Ассаламу алейкум. Бүгін бізде ерекше рецепт. Біз бір ыдыста 2 тағам дайындаймыз. Бұл рецепт үшін мен барлық еттің алдын ала тұздап алдым. Бұл қойдың қабырғалары және иығы. Иықтарды алып, мантоварканың кастрюліне салыңыз. Ішін сумен толтырамыз. Қақпақты жауып, оттың үстіне пісіруге саламыз. Етті әдеттегідей дайындаймыз. Қайнатқаннан кейін көбікті алып, баяу отта 1 сағат пісіреміз. Осы уақытта қамырды дайындауға болады. Үлкен стаканға 200 мл салқын су құйыңыз. Соған 1 шай қасық тұз салып, 1 жұмыртқаны қосыңыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйықтықты ұнға біртіндеп құйып, қамыр илейміз. Сүлгімен немесе тамақ пленкасымен жауып, әзірге қалдырамыз. Содан кейін қабырғаларды қайнап жатқан сорпаға салыңыз. Орташа отта 20 минутта пісіреміз. Сорпамыз мөлдір болу үшін пиязды тұтастай саламыз. Ал қазір қажетті көкөністерді дайындау уақыты келді. Тәтті қызыл бұрышты аршып, үлкен 4 бөлікке кесіңіз. Сәбізді алдымен ұзын бойына кесіңіз. Содан кейін тең 8 бөлікке бөліңіз. Ашы жасыл бұрышты да тазартып тураймыз. Жасыл пиязды үлкен жолақтарға кесеміз. Енді пиязды шығарамыз. Ол бізге бұдан былай қажет болмайды. Бүкіл қабырғаларды да шығарамыз. Етті пісіруге қалдырыңыз. Бұл кастрюльге сәбіз, картоп және жасыл пияз қосыңыз. 20 минут бойынша орташа отта пісіреміз. Осы уақыт ішінде қамырды алыңыз. Оны 3 бөлікке бөлуге болады. Әр қайсысын қолмен жақсылап илеп, дөңгелек етіп жасаңыз. Онымен себіп, жақсылап үлкен жұқа шеңбер етіп жаямыз. Қабырғаларды үстіне салып қойыңыз. Олардың арасында көбірек орын қалдыру керек. Пышақпен 4 бұрыштарға кесіңіз. Әрі қарай әр қабырғаға жасыл пияз қосамыз. Содан кейін аздап тұз және қара бұрыш себеміз. Мүсіндеуді бастаймыз. Сіз шеттерін жинап, әдемі өрімді жасауыңыз керек. Бірақ егер олай шықпаса, оны кез келген пішінде бекітіңіз. Мінекей осылай болуы керек. Мантоварканың парағын маймен майлаңыз. Ішін мантылармен толтырамыз. Енді кастрюльге туралған қызыл болгар бұрыш пен ащы жасыл бұрышты қосыңыз. Мантоварканың парақтарын үстіне қоямыз. Қақпақты жауып, орташа отта 25-30 минут пісіреміз. Тамақ дайын. Манты, көкөністер және етті табаққа салыңыз. Содан кейін сорпаны ыдысқа құйып, дәмін татыңыз. Ол өте дәмді болып шықты. Мұнда бізде ең жұмсақ ет, хош иісті сорпа, пайдалы көкөністер бар. Осындай тағам сізді бей-жай қалдырмайды. Баршаңызға ас дәмді болсын. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз. Және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.